Мына қызыл шақа кіп-кішкентай балапан неге өз бауырларын ұядан құлатып жіберуге тырысты? Сәлем достар, сіздермен бірге өзгеше әлем арнасы. Арнаға тіркеліп, лайк басып қолдап жіберіңіз. Көкек жылқысы. Олар жылы жақтан біздің республикамызға сәуір айында ұшып келеді. Бұл айда қар еріп, күн жылынып көкек шақыра бастайды. Қазақтың дәстүрлі күнтізбесіндегі сәуір айының көкек деп аталуы осыған байланысты. Көкек құсының Қазақстанда мекендейтін түрі ұя салмайтын түрі. Дене тұрқы шағын, аяқтары ағаш басында жүруге ыңғайлы болып келеді. Көкек құсының өз атауын шақыру себебі кейбір мәліметтерге сүйенсек, аталық көкек аналық көкектің назарын аударту үшін осылай істейді екен. Ал ғалымдар болса, көкек құсының өзге ұяға тұқым таратуын былай деп түсіндіреді. Бірінші себебі неге екені белгісіз, көкек құсының аталығы өз жұмыртқасын ұнатпайды екен, ал аналық көкек құсы болашақ ұрпағын сақтау үшін осындай қадамға барады екен. Ал екінші тұжырымдама физиологиясына байланысты, яғни дене бітімі жұмыртқа салуға қабілетсіз болып келеді. Ал осы бейнероликтің басындағы тақырыпқа қайта оралсақ, неге балапандары жауыз екенін түсіндіріп өтейін. Ең алдымен көкек өзіне ыңғайлы басқа құстың ұясын зерттейді, былайша айтқанда қарайды. Иесі жоқтығын пайдаланып өз жұмыртқасын салып, сол жердегі бір жұмыртқаны шағып қарап, ұядан түсіріп жібереді. Ал ұя иесі байқамай да қалады, өйткені оның жұмыртқасы басқа құстың жұмыртқасына ұқсас болып келеді. Әрі қарай ұя басуын жалғастырған құс ең бірінші көкектің жұмыртқасын шығаратынын білмей де қалады. Көкек жұмыртқасы ең алдымен шығып, басқа бауырларының барлығын итеріп түсіреді. Өйткені оның арқасында өте сезімтал бүртік болады. Сол бүртікке бөгде заттар тисе итеріп шығарып жіберетін сондықтан. Ал жалғыз қалған көкектің балапанын өгей әкесі мен өгей анасы үздіксіз тамақтандырып өсіреді. Ұядан ұшып кеткен күннің өзінде де ата-анасына келіп тұрады. Міне, біз білетін көкектің сыры осы ғана, біз білмейтіндері қаншама. Назар қойып тыңдағаныңызға рахмет. Арнаға тіркеліп, лайк басып кетіңіз. Айтар ұсынысыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіз. Күтем.